Просто аппақпен мен апарып етіп келіп жатқан осы ауылдың кәсіпкер қыздар жобасы кезінде күнін мақтаймын. Андағы жұмыс жатқан жігіттеріміз де болған бір тамақ әдеттерін келіп жатыр. Мынандай жағдай көрсетіп көріп жатыр дейді. Уақытында бірінші тамақ келді, екінші сағат 4-5-те пирожкин шай келеді, ал жетті тағы горячий келеді. Осына ауылдың қыздарының осы үлкен үйде қолына жетекші бөлімнің алдында қабылдадым. Қолымды кәсіпкер қаласын енді мэрida осы ғимараттың мүмкін нысан аулау орны дейді. Директорының ауылдың кәсіпкерлері бәрі баспасын таныстырмай ақ қояйын. Жерде қазір Айжан дейтін апамыз отыр, мына жақсы сөзін айтып апамыздың да осы ауылдағы кәсіпкер единственный аудандағы убойный цех ұстау көз қаржысына тігетін ауылда проблемасын айтады. Убойный цех атыраудағыдай ма, сондай ма? Соя мысалға мына орталықта Астананың өзінде сондай убойный цех жоқ бар. Астанада, Қарағандыда, әркім бұрынғыша шабағында, ана жерге мына жерге барып ол қандарын төгіп, кебелерін ақтып, әлі сондай болады. Мен ұсыныс беремін Өскеменнің кәсіпкерлеріне. Керек болса, Атыраудың сіздегі сондай шығар өте жақсы ұйымдастырылған мал сою. Біздер кәсіпкерлер өздерінің мал союға соятын адамдар болса да, ол одан гөрі анаяққа сойылған ыңғайлы. 10 мың теңге, 12 теңге төлейді. Академия жақсы сойып, тазалап туып керек. Сондықтан орталықтарда ондай жоқ. Отабыламайды. Ол 3 мың алғанда үйге келіп, бұл ай-мен айталия, оның бүйтіп, анау қарның қолын бүйтіп жүргенен көріп, шынымен анау түп өші. Тағы 1-2 кило көрмейді енді жас. Көпін тағы күндермен. Ана ағам тұрғайшы. Мұнаға Есенбай бұл енді өте активный адам. Бұл енді ағамызды шынды керек көп адам танымады қоғам. Қазір Тоқаевтың өзі қоғамда белсенділердің несін арттыру, біздің экономикамыздың саяси өкілдігіне үлес көрсетіп еркіндік беріп жатыр. Қоғамда белсенділердің сол Есенбай Нұров ағамыз көп жұмыс жасады. Енді ауылдан бірден бір біздің алғашқы жорамалымызды жұмыс жасамағанда сыныпқа ауысуға келетін. 28 бастап дабыл қағып Есенбай ағамыз ұлдар Назаровичтерден алдық. Геодезистерден жер ататын немелер алдық. Біз дамбының бәрін өлшедік. Сонда біздің дамбы биіктеп жүрген дамбымыз Байсуылмен салыстырғанда метр жер радиция келді. Төмен жүрді. Соны біз алдын ала дабыл қағып, сол бақа жерге топырақ толтырып, моментінде су тез келді ғой, күн жарымсыз келді. Сол алдын ала қимылдар осы басқасында жүрген осы Есенбай ағамыз. YouTube каналдарда бүткіл неге кірсеңіздер, Есенбай ағамыз көптеген көп мәселе көтеріп жатыр. Қазір мынау жол мәселесі көтерілді. Кешенің Тайсоғандағы бізде Тайсоған бар, Тайсоған 2 дейтін кен орын қазірімізде бар. Соны қазу кезінде жер асты сулары басталады. Біздің жер асты суы 5-6 метр жерден бастап тұщы басталады. Мұнай оның ар жағында алатын мұнай. Енді сол пластан өткенде бәрі сол жер бетінде тұщы басталады. Соны Есенбай ағамыз дәлелдеп, ол үшін қазір тоқтап тұр. Қазір жобасы бұрғылау және өндіру жобасы тұрды. Енді өтініш бір-екі қағазбен әңгімені кішкене естіп қаламыз келесі барған кезде наоборот айтып жатырмыз далаға кетіп жатыр ма бәрі сондықтан кішкене түртіп алып ертең бізге де кішкене
ақпарат болу керек деген не жерде жаңағы отырыс енді дайындалған марапат болды, айтатын сөздерім болды. Қазір мүмкін кәсіпкерлерге ескерту мүмкін кейбір тапсырма беру мүмкін бізге. Өздерінің бір проблемалар бар қазір. Кәсіпкерлердің проблемасы бар қазір. Сол кәсіпкерлердің проблемасы. Біздер енді Ақ Жол партиясы тек анадай марапат беретін емес, кәсіпкерлердің партиясына саламыз. Кәсіпкерлердің мына Алаш қозғалысының ізбасарымыз. Осы енді Алаш қозғалысы Атырау облысында қызыл болған осы жерге табан. Солай екен? Солай. Сондықтан осы жерге қасиетті жерге келгенімізге өте қуаныштымыз. Яғни Қайырбек мырза осыншама екеуміз ақылдасып Қазбек Исаны осы жерге алып келгім келіп еді. Қазбек Иса өзі келем деп айтып қойған. Бірақ не қазір уақытта кішкене келе алмай қалып жатыр. Ертең осы кішкене сессия шығайық, сол бір күндер уақыт осы кәсіпкерлермен бәрін ондай үлкен болмаса да жақын кішкентай неге алып келіп келісіп көреміз. Енді мына Бірінші өлеңі біздің коммунизм өлеңінде шыққан. Иә, Қазбек туристшілікті оқымышы. Кімнің өлеңі? Кімнің өлеңі? Қазбек Исаның. Бірінші өлеңінде мен соны бір несін білмейді екенмін, иә. Құдаша қыз дейтіннің авторы сол Қазбек Иса екен. Көп жерде де сол байқалды. Аудандағы алғашқы кәсіпкер байқалмаған ең бір сәттен басталыштан септесіп бастаған группаға бастау жобасы ма? Ағамыз жаңа жауапты болған Әлемді құрметті жерлестер, ал енді мынау сәлем жәрдеммен бір жақсы сәтті күн болып жатыр. Бұл кезіндегі көктемгі өршуінің келуіне байланысты үлкен өскен азаматтарды басын қосып марапаттау кеші өтті, бәрі жағдай өтіп жатыр. Осы біздің шарамызға қолдау білдіріп, сол Астанадан, Атыраудан азаматтар келіп жатыр. Азаматтарға ел көрсеткен ол қыздарымызға марапаттар ұсынып жатыр. Сонымен қатар қазір осы уақытта тиімді пайдаланып, осы ауыл кәсіпкерлерімен кездесуге ұсыныс білдірген. Қош келдіңіздер. Енді Елубай Серік Сәрсенұлы Ақ Жол партиясының бірінші орынбасары Азат Нұрбекұлы, Атырау облыстық Ақ Жол партиясының филиал басшысы Дүйсек Ермұхалиұлы, сол Ақ Жол партиясының бірінші жеке орынбасары Петр Алексеевич келіп отырды. Енді Тасқанат үніміз бар. Рахметоллаұлы өздерің білесіздер. Рахметолла дейтін азамат, сағыздың азаматы, үлкен кәсіпкер, соның ұлы. Қожық деген кісі. Я оны күй баласы деп айтып Қуаныштымын. Әлемделі жиналысымыз ашық. Ол жақсы. Рахмет, құрметті. Жерлестер деп айтайын, біздер республикадан келгесін Атырау облысының бәрі жерлес қой. Жақсыны дейтін адам өзен тартады ғой. Жаңа айтып кеттім, біздер енді Астанада 70 шақырымда мәжілісте депутат болғанбыз. Қазір уақытта Азат Перович Тұрғынбекұлының орынбасары өңірлер бойынша. Өңірлерге шыққанда өзінің қол тимей нетіп жатса, мен барам. Бүгінгі күні енді өзіміздің ел дегесін бағалағанда сұранып келгендей ол кісі келсе де бірге екен, бәрі басқа кісі келсе де бірге екен, негізінен өзіміздің ел ғой. Асығып келеміз. Жаңа айтқандай, осы тасқын су қауіп төндірген уақыттан бастап тақырыбымызды қысып сояқта бәрімен бірге отырдық. Бана айтып едім, осы бүкіл Қазақстанның халқының назары осы мен алдында болып бірінші ғана Сағыздан басталды, енді бәрі
ойынды аман сен өтті сосын мына жерде оның ішінде біздің Қайырбек әріптесіміз, үзіңгілесіміз болғасын біздер осы кісіден ақпарат алып қандай көмегіміз бар, енді су тоқтататын біздің әліміз жоқ, бірақ азғантай болса да бір су берсек те мүмкін бір жылы сөзімізді айтсақ та қандай көмегіміз бар деп сұрап отырдық. Бірге болдық барымызша енді. Сондықтан біздер енді бана айтып кеткен бірінші Петропавлдан бастап арыладық біздер Перевозчикпен бірге, бірақ енді ояқтағы адамдардың бір елді жамандамаймын, өзімізді айтайын. Біздің ел көп алда, ауыз біршілігіміз айтайын. Ауыз біршілігіміз көп алда екен. Құдайға шүкір. Мына жаңа аудан әкімі де айтып жатыр, мына тасқын су көп адамдарды бірге екенін көрсетті, көп адамдарды біріктірді деп айтып отыр. Болды ондай жағдайлар. Шынымен де тіпті бір-бірін көптен бір араласпай жүрген адамдар бар, алыста жүрген адамдар, олар да бәрі бірге жұмыс жасап жатыр дедік. Сондықтан өте қуаныштымыз, аман есен бүгінгі күні соған марапаттауға. Ол кезде мен ойлаймын, осы отырған тамақ дайындап жүрген, өзінің қол ұшын беріп жүрген, күрек ұстап соның басында манағы трактор жүргізіп жүргендерді, осы басқарып жүрген ұйымдастырушылар бәрі де бір ертең бір марапат алайыншы деген ой болған жоқ қой. Тек осы бірігіп осыны алып қалайыншы, осы жерден қолын қайырге мен қолын ұшы тиер екен деп, тіпті мына көрші аудандардан да, көрші облыстардан да келіп жатыр. Ана төтенше жағдайларда бүкіл енді ел дүрлікті ғой, ел дүрлікті, бірақ Алла тағаланың көзі түзу болып, бүгін бір-бірімізді марапаттауға, бір-біріміздің жақсылықтарымызды айтуға жеткізіп жатыр енді. Өте қуаныштымыз. Енді жаңа аға ниетті айтып кеткенмін сізге, қысқаша айтайын. Біздер мына Ақ Жол партиясы ұлттық кеңесі осыдан кейін, апат өткеннен кейін өзіміз ойладық, қалай адамдардың көңілін суытуға, қандай көңілін көтеруге үлес қоса аламыз. Сондықтан бір төсбелгі ойлап табайық. Қағаз бере бергеннен гөрі, қағазды берген жақсы, бірақ төсбелгі ойлап табайық деп ойымызда апатпен күрескен деген төсбелгі ойлап тауып, содан өңірлерге барып, көзге түскен адамдарды. Бірақ елдің бәрі батыр болып жатыр. Бірақ соның ішінде бір ләңгет болмасын деп, көзге түскен адамдарды осылай марапаттайықшы, сол жаққа барайықшы деп, осындай өзіміз ойлап тапқанбыз. Соны енді бүгінгі күні өңірлерге шығып, кеше мысалға басқа өңірлерге барып, сосын мынандай бір ұсыныс жасаған төрағасы біздің. Сол бана басқа өңірден, бана Тараздан, Шымкенттен, Алматы облысынан, жан-жақтан келді ғой, әскери бөлімшелер, бана төтенше жағдайлардың бөлімшелері. Солардың манағы әскер қызмет жасап жүрген жерлеріне біздің елден барып, елдің рахметін айтып, төсбелгі сөйтіп берсек, дәмді болады деп ұсыныс берген. Соны қабыл алып, бірінші шараны осы елден өзіміздің азаматтығына Қайырбек бауырымыз Исатайдан тағы депутат бар, облыстық мәслихаттың екеуі шығып, осы біздің орталық аппараттан қолдап, осы кісілерді Шымкенттегі неге барып, әскери бөлімше полк па, үлкен не болды, мыңдай адам бар. Бұларды трибунаға тұрғызып қойып, кәдімгі алдынан парад сияқты неті өтті. Той болды қайда, Фейсбукта көрген шығарса, алдарынан өтіп, сосын бұлар кәдімгі елдің ризашылығын айтып оларға. Ана сарбаздар, біздің армияға жүрген балдарымыз бар ғой, оларға бір үлкен бір рух берді оларға. Олар кәдімгі бізге босқа жүрген жоқ екенбіз. Ана жерге барғанда осындай еңбегіміз дейтін дайындық деген екен, халық нетіп жатыр, өзінің бағасын беріп жатыр дейді. Енді олардың сіздерге жаңа жерде есіме келмей қалыпты, олардың сіздерге деген ілтипатын айтайын. Олар өздерінің әке-шешелеріне айтып барған жері. Біздер келдік, мана мақатты жігіттер айтты, сол сияқты. Сондай шаблонды, сондай әңгіме айтқан екен, мана солдаттар. Біздер ана жай уақытта казармада жатқанда ондай тамақ жеген жоқпыз. Ондай сый құрмет көрген жоқпыз. Онда бәрі дейтін ереже бойынша, устав бойынша олар бұл. Мұнда дейтін жан-жақтан келіп, ой, жұмыс жасап жатыр деп, әкеле береді, тамақ жеп алыңдар, үйлеріне жылынып алыңдар, демалып алыңдар. Сөйтіп, сол халықтың, біздің елдің ауызбіршілігін қазір бүгінгі күні бүкіл Қазақстанға айтып жүріп ол, мана сарбаздар. Шынымен тіпті кейбір жерлерде мана көрсетті ғой, олардың алдын шығып концерт қойып отырғандар болды. Жұмыс жасай беріңдер, кешке қарай демалып алып отырған кезде
өздерінің есік алдына шығарып қойып музыкасын айтып өлеңін айтып қатырып қойып жатыр ғой. оның бәрін тек жай әшейін бір неге ватсапқа түсу үшін емес қой, шынымен солдаттардың сарбаздардың не патриоттық өздерінің сезімдерін қозғаған екен. соны айтты ана неде ораптар. енді біздер кәсіпкерлік партиясы болғасын жаңа қайрекен айтқан бір енді мына төрағамыз бар, облыстық филиалдың төрағасы Емелқали Төлеуқалиұлы үлкен кәсіпкер. енді өздеріңіз Қайырбек мырзаның кәсіпкер екенін білесіздер. біздің қатарымызда көбіне кәсіпкерлер, енді басқа да азаматтар бар, бірақ мына ақынымыз бар деген сияқты спортшылар бар. біздің ойымыз кәсіпті дамытпай, ары қарай еліміздің дамуы екіталай. ішкі өнімді көбейтпей, ішкі өнімді өзімізге өзіміз қамтамасыз етпей, аға баяғы совет одағында болды ғой, бәрі өзімізде ішімізде болды ғой. бүгінгі күні қит етсе бәрі шетелден, Өзбекстаннан, Қытайдан, Ресейден тағы сатып алудан. егер де біз өйтіп сатып ала беретін болсақ, біз мына баға да тоқтамайды, тамақтың қымбат суы да тоқтамайды, доллардың қымбат суы да тоқтамайды, ештеңе тоқтамайды. сондықтан біздер мына кәсіпті дамытуға барынша үлес қосып жүрміз. егер де оқып жүрген, көріп жүрген болсаңдар, біздің Ақ жол партиясының сұраныстарын, мына көтерілген сұрақтарын көрсеңіздер, тек көбі осы кәсіпкерліктің арқасында айналасыңдар. сондықтан бүгінгі күні мына біздің абзал жандарымыз ақ көйлек киіп бүгін әдемі болып келген екен. ол бүгінгі мына шараны мейрам деп келген шығар. көріңізші, бәрі ақ көйлектің гүлдеріңіз сұқ болып мынандай үлкен гүлдері болды. Гүлдері қолдарында тұрған. сондықтан өте қуаныштымыз. енді біздер ертең мен ары қарай жол жүрейін деп отырмын. қазір естеріне келіп жатқан болса, қазір айтыңыздар, болмаса мына Қайрат мырзаның болса облыстық филиалдың төрағасы бар, ағайындары бар, қарамандар, адамдар бар, соларға айтуға болады. егер де бір осы жақта шешілмей тұрған шаруалар болса, кәсіпкерліктің ана жақтан барып көтеру керек екен болса, біздер дайынбыз көмектесуге барымызды қолдан келгенше. сондықтан ал Қайрекен аға айтатын сөздерің болса, тапсыратын тапсырмаларыңыз болса, дайынбыз тыңдауға. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Өзіміздің ауылдың азаматтары. Бүгін енді үлкен шаруа өтіп жатыр, естіп жатырмын, жаңағы шаруалар болып. Алыстан бір адамдар келіп шалынған. Енді жасымыз бір талай өмірмен әлі өмірге араласып жатырмыз. Балдарды үйретіп, енді ауылдың тірлігінен көбімізді білесіздер ғой. енді көп саудамен айналысқан жоқ, ылғи өңдеу орындарына қарай жұмыстармен келген. енді ауылда саудамен айналысқан көтерме саудасы бар, бөлшек саудасы бар, бұл жігіттер жақсы жағдайларын түзеп алды. негізі біздің ауылда жерде сауда жүреді ғой. Тамақ керек, киім керек, енді өңдеу орындары қаражат алудың бірақ керемет болып кетті деп айта алмаймын. әлі қиындықпен келе жатырмыз. ол қаражат алдын ары жеткізіп жүрді. жасаймыз деген жұмысымыз толық аяқталмай қалды. соңынан маман тапшылығы болды. қазір жұмыс жасап жатырмыз, бірақ ойдағыдай емес. көп әлгі пайда тауып жатқанымыз жоқ, өзімізді өзіміз әрең асырап отырған жағдайымыз бар. жалпы ауылда кәсіпкерлік жүріп жатыр ғой, қолдау да жоқ деп айта алмаймыз. мына ауыл шаруашылығына қолдау жоқ. бізде өңірде сол шұрық сетін салдым. Өзімді айтайын, білесіздер ғой. Мақсаятын топтықты аштым. бірақ ешқандай қолдау болған жоқ. инфрақұрылымын жүргізуге де бәрін өз қаражатымызға жасадық. соңынан алған құрал-жабдығымызға субсидия беріледі, онда бір тиын берген жоқ. ақырында енді қиын жағдайға қалдық. соны сол
былай айтқанда өгіз аяңмен келе жатырмыз. Бірақ елге керек сол тұста есі. Өйткені мал өсіріп жатыр, малдың бағасы арзан, ет көптен келеді. Осыған үміт жасамайды. Бізге келмейді, бізде енді тұтыну көлемі азғантай ғой. Ал қалаға қарай десем, қалада ет арзан. Апарған күндері ар жақтан Россиядан келіп жатыр, Белоруссиядан келіп жатыр. Ана жарық өлкелердің бәрі солардан алады, арзан ет. Біздің ауданның мысалы мына ең таза табиғаты, таза экологиялық таза аудан ғой. Біздің етті Атырауға апарғанда Қызылқоғаның ет деп сатады жұрт. Басқа райондан, басқа жерден келеді. Бірақ соны өткізе алмаймыз. Енді сол үшін азда болса бір қарлығаш алдымен су себеді дейді ғой. Сондай жағдаймен күн өтіп жатқан жағдайымыз бар. Енді осы ауылдың күйі жақсы деп айтамын. Мал бағу дейтін өте қиын. Ал қойды мына осы мына қайбегінің отыр ғой. Қойда азайтты бір талай бөліп қой бағатын адам жоқ. Ешкім жоқ. Шықпайды. Жұрт бағып жүр жаңағы. Бәрі қара бағады. Баяғыдай байлап бағып қалды. Тағы сияқты анда-мында жүріп. Әйтеуір өзіне қолынан тигенін жинап алып, атып алады, бірдеңе алады, сатады. Ешкім мал бақпайды. Енді сондай жағдайымыз бар. Мен өз басында ол направление аға біздің жасап жатқан жұмысымыз былай деп айтуға болады. Мына үлкен кен орындар бар ғой, кеңесшеврон деген сияқты. Соларға хат жазып жергілікті өнімді алыңдар деп. Біздің қолымыздан әлі келмей жатқан жағдай өнімді бөлу жөнінде келісім бар. Үлкен компаниялармен ТШО, Қашаған, Қарашаған үшеуіне хат жазғанбыз. Өнімді бөлу СРП деп айтады. Кезінде мысалға ТШО келген уақытта біздің елмен олардың ортасында келісім шарт болған. Өнімді қалай бөлеміз деп. 30% сіздікі, 30% біздікі деген сияқты бөліспей ме? Сол өнімді бөлу шартын бізге әлі көрсетпей жүр. 6 рет депутаттық сауал жасадық. Соның ішінде жаңағы неге біздің продукцияны алмайды, одан шыққан манағы бензин өнімдерін, газдарды біздер сатқанда біздер қанша пайызын біз аламыз деп, соны әлі көрсетпей жүр. 2022 жылы референдум өтті ғой, конституция өзгерістер өткізді. Соның ішінде 6-шы пунктте жер және жердің астындағы байлықтар бәрі халықтық деген пункт болды. Соған біздер қол қойып өткізіп қойды, бәріміз ең қол қойып дауыс бердік деген. Содан кейін 10 күннен, ол 5-ші маусым күні болды, 10 күннен кейін 15-ші маусым күні депутаттық сауал жасады үкіметке, Ақ жол партиясы болып. Енді жер байлықтары халықтық болатын болса, манағы келісім шартты ашыңдар, көрейік. Ол ішінде біздің қанша пайызында. Халықтыққа қойылды, ойлағанда, жер өнімді, астың байлығы. Соған бізге, содан кейін тағы да 5 депутат сауал жасап, әлі жауап. Соның ішінде жаңағы біздің айтқан сөздеріміз біздің жергілікті шаруалардың өнімдерін іздеп алуға. Бүгінгі күні Шевронда да тағы басқа компанияларда етті басқа жақтан келеді. Жақында сөзімізді білейін, жақында сол Шевронның қаладан бір топ сол мұнайшылардың неден келіп кетті, жаңағы өнімін қамтамасыз ету бөлімдері. Ол бізге үлкен компаниялар жаңа тендерден ұтып алады екен, біз оған ешқандай не жасай алмаймыз. Жергіліктерден алдап оған рұқсат бере алмаймыз. Өздері қайдан айтылса да. Қошымайды, сөйлемге қосыла кетейін. Біздер үшін заңға өтімді егерден басталады ғой. Сөйлемдер міндетті түрде ауылдық жерлердің өнімдерін алу және заңға өзгеріс енгізу себебі қазір тоқтату бұл шарт өтеді ғой. Жергілікті өнімге басымдық беру
ауылда отырып садигі бар, больницасы бар, сол кісілер қалаға кетуге болады. Жергілікті мал өнімдерін алып соны басты неге жеткізсеңіз. Ауыл шаруашылығында субсидияның бәрін жеткізсе. Интернет-жабылар, ауылда жұмыс өтсе, жартылай субсидия береді. Это білмеймін. Бірақ соны кешеде барып, жұмыстарды Одан кейін облыс әкімі Серік Жамбылда біледі. Облыс әкімі былай деп отыр. Егер де жоғарыдан бізге рұқсат берілсе, жергілікті бюджеттен бөлінбей отыр. Бірақ ол жоғарыда бір заң түру бар, облысқа да идея қойылды. Біз Атырауда Қостанаймен салыстыра алмаймыз. Атырауда Астанамен салыстыра алмаймыз. Олардың кәдімгі базасы, жері, ылғалдығы басым, шөп, мол түседі. Ол жақта енді урожайный жер ғой. Кейде әртүрлі кездегі етті. Сол жерде қазіргі қараған облыс әкімі тікелей өзі қолдап отырды да жергілікті бюджетті бөлуге. Соған негізінде біз отырмыз. Қаражат қандай? 2 миллиард. Бұрын солай төлеп отыр. ол Ол игеріліп тұр ма? Тоқтар егерді сол. тектер алып Республикадан өзі бестейді. Сіздің берді ғой, сол бестейден өзі қысып жатыр. Анан рұқсат бермей отыр ғой. Біз енді басқа болсам салыстырып болмайды. Ағай, нақты өзіңіз неңіз айтсаңыз. Нақты менің ұсынысым мына совхозда жасап көрдім, совет одағы кезінде енді малшыларға барлық жағдай жасады ғой. Қазір мына жұмыспен қамтуда бір жақсы бағдарламалар бар. Мысалы, 50-ге толған адамдарға жұмысқа алған адамға жаңағы 70%-ын неден төлеп жұмыспен қамтуда, 30%-ын жаңағы жұмысқа алған мекеме төлейді. Ал осы неге мына даладағы малдағы жүрген адамға жасына қарамай неге сондай бір бағдарлама шығармайды? Көбейтін керек, мысалы, енді қазір 150 ғана теңге береді, 150 мың теңге. Соны бір 250-ге берді, 70-ін өздері беретін, соған көп қара береді. Сонда адам талай етіп малға. Ал осыны енгізуге соған күштасаңыз. Енді жайлап осындай шақтылықтан басталса, ары қарай жалғаса береді ме? Ешкім жұмысшылар мал бақсы елге тұра алмайды. Ешкім бармайды. Сосын бұдан да алдында да біз көтерілді. Жақсы жүріп бәрді, сол кезде тоқтатып қалып, зейнеткерлік кеңеске шығу. Мал шаруашылығы, мал бағатын кәдімгі бақташы бар ғой, ол есеге бағатын да. Мысалы, зейнеткерлік кеңесі ішкі істер бөлімі бар. 24 жыл еңбек етсе, пенсия табылады. Оны біздер осы сұрақты көтергенбіз. Онда жауабы кемшілік бірақ жауап жоқ. Содан қазір республиканың бәрін аралап жүрміз ғой. Кеншілер бар ғой, шахтерлар, олар жұмыстар жаңағыда осы мал баққаннан тарапа жіберіп отыр, олар әр уақыт қауіп. Оларды қазір шығарған кезде қауіп бар. Олар күнде таңертең жердің астында 300-500 метр кетіп жатқанда шығамай шықпай ма дейді. Сондықтан соларды бірінші жібердік деді. Мына ауыл шаруашылығы сөйлесейді, бірақ ана жерден біздер өзіміз қолдадық оларды. Олар шешімдерді. Мұнайшылардың бар сөйлейді, бірақ олар жазалар да бар. Мұнайшыларға, аяздарда, ыстықтарға семіздер ұстап, жоғарда 30-40 метр семіздер жүріп жатыр ғой. Соларды алтын азатындарды, олардың да жұмыстары. Олардың жалақылары да Атыраудың жалақылары төмен. Өздеріңіздер істеді. Сол айтайын. Бұнда шынымен де кәсіпкерлерді жаңа қайырген айтқан бір-екі мысал келтіріп айтып кетті. Кәсіпкерлерді қалай қолдап жүрді. Былтыр депутат сауалды көрсетіп бар. Қарағанды облысынан
Ақмола облысынан 15 кәсіпкерге арнауға арыздарын берді. Темір жолдың проблемалары. Олар кілең олар мысалға тендер өтіп олар айына 100 вагон көмір апару керек. Темір вагон беретін темір жолдың басшылары оларға вагон бермейді. Оны берем, осы айда басқа бере алмаймын. Мана пара берсе, 100 береді, 90 береді. Мен пара беруге оларды мәжбүрлеп беремін. Жылдар өткен олар паралары өсіп жатқан. Олар енді кәсіпкерлер параны бермейін десе, ана жұмыстан айырылған. Берейін десе, олар несі өсіп кеткенде, кәметтері, енді екі жақта жарылу болады, бізге соттаған, темір жолдың басшыларын ұстаған екен, сол орталық Қазақстанда. Одан біздің кәсіпкер 15 кәсіпкерді пара бердіңдер деп, олар соттан бастады. Ал олар оған дейін өздері арыздарын беріп тұрады. Сол бізге арыздарды бүкіл Қазақстанға, ген прокурорға, премьер-министрге хат жазып, 15 кәсіпкерді түрмеден шығарды. Решение соттың шешімі шығып тұрғаннан олар берген жоқ деп. Пара бергеннің сол уақытта білдік, енді әрбір юрист емес, бәрі шабанды білмейміз, ауыз шаруашылығында өзіміз арқылы үйренеміз. Пара бергенде екі нәрседе не болады, жеңілдік болады. Біреуі, ол пара беруге мәжбүрлесе, екінші пара бердім деп өзің барып айтсаң. Соны екі жағдайда жауапкершіліктен бар. Бұлар екеуіне жасап тұр. Өздері бар, біріншіден олар мәжбүрлепті, екіншіден бұлар өздері заявление жазып тұр. Бірақ ол соттап жатыр сот. Сөйтіп 15 кәсіпкер алып қойған бар. Тағы бар жағдайда. Мына Кугли дейтін Уральский білесің одан? Сол Кугли дейтін қазір үлкен не болып жатыр? Жан-жақтан атақ болып жатыр. Не болды? Ол бұлай болған екен. Кезінде Кугли осындай завод ашам деп кәсіпкер ғой, өзім сияқты кәсіпкер. Осындай завод ашқым келеді, осы келген кезде оларға элеватордың ақшадан ба алыстан бір жерден не берген, жер берген, бар шет жаққа барып салыңдар деп. Сол жаққа олар заводын салады, инфраструктура бәрін тартады, газ, жол бәрін тартқаннан кейін әкімшілік алады да оның жанынан үй береді, жер бере бастайды, үй салу бар. Оны жан-жағы қаптап үй салады адамдар. Үй салып болғаннан кейін олар арыз жазады. Олар еш шығып тұр, Куглиді көшіңдер менен. Сол сияқты 5-6 завод бізге есеп келді. Енді олар әкімдердің жасап отырған қатесі бұл, үлкен қатесі. Ол өзімен өзі далада жасап отырған завод еді ол. Бүкіл Қазақстан бәрі біледі, тағамдарды дәмді ол бұлар. Сол сияқты олар да кішкене соттан алып қалып келеді. Шоғалаға болды ма? Тоқтады. Енді Айжан, біздің Айжан апамыз осы жерде кәсіпкер, аға кәсіпкер, осы жерде арыстық сауда бар, коммуналдық сауда орны, халық үшін жағдай жасалған, арзан көмір сатылады. Базар бұда былай бұрын сөйлеп қойын. Үлкен кәсіпкер еді, өзім пікір ұсынысшылар, уәжілер. Ал енді мына Серік Сәрсенұлы, енді сіз бізді білмейтін шығарсыз, бірақ мен өзім сізді білем, мына бұқаралық ақпарат құралдары арқылы енді барлық мәселелерге енді мына партия көп қой, біздің Қазақстанда тіркелген. Бірақ енді халықты көп іздеп келіп отырған партия көрген жоқпыз енді. Нұр Отанның өзі аманат, үш жерде айту, аманатты көреміз ғой, енді ауданда тұрғаннан кейін. Басқа партия көрген жоқпыз, енді былай бірінші келіп жатыр екенсіздер, енді рахмет айтамыз. Осы жақта ел бар екен деп, Қызылқоға деген жер бар екен, онда тұрғын ел бар екен деп келіп жатырған, енді мына Ақжол партиясына, енді оның ұжымына рахмет айтады. Енді мына қай нәрседе келіп отқан жерлеріңіз біліп отырсыздар, ауыл ғой енді. Қызылқоға деген Атыраудың нағыз қазақ ауылы. Ауылдың тірлігі не енді? Ауылдың тірлігі етімен, сүті, құртымен, майы, өзінен тауып, соның ішінде Қызылқоғада ешқандай өндіріс жоқ. Бір мына қайнар мұнай мәтен ұсағандар бар,
Олардың бәрі енді мұнайгазға, ар жағы Қазмұнайгазға, ар жағы Самұрыққа, ар жағы үкіметке қарап бұзылғанмен ешқандай қатысы жоқ. Тек санаулы адамдар ғана зарплата алып, Бұзылған халқының бір 10%-не жиып, 0,03% ғана адам жұмыс жасап жатырған мекемеде. Қалғанның барлығы күйбеңкерлік, осы 31 мың Бұзылғанның халқы тек қана өзінің күнін өзімен көріп отыр. Оған ешкімнің баласы жоқ. Осы орайда енді ет деп жатыр. Баяғыдан бері адам қазақ малын бағып, малын сойып жеп, жаңағы сиырын сауып, сүтін ішіп, сөйтіп өмір сүрді. Бірақ енді қазір келгенде заманның ағымы бар. Қазір енді өзіңді бір кезде үкімет асырады барлығын. Қазір енді өзіңді өзің асыра деп жатыр. Қалай асырайды? Асырау үшін енді жаңағы мына бәрін оқшату керек болып тұр. Бүгінгі таңдағы нөмірі бірінші вопрос өңдеу деген болып тұр. Мысалы, Бұзылғада ешқандай өңдеу жүріп жатырған жоқ. Мысалы, мен өзім айтар едім, ең бірінші Қазақстанда пилоттық программа қабылданды, ауыл шаруашылық кооперативтерін құру туралы, оларды қолдау туралы. Президент қол қойып, соны үкімет кәдімгі бағдарлама, мемлекеттік бағдарлама қабылдады, бәріңіз білесіздер, ауыл шаруашылық кооперативтері. Содан кейін ол бағдарламаға қыруар ақша қарады. Содан айда кооператив құру керек деп, осы мына сүйекеңдер отыр, осы жердегілердің бәрі біледі. Біздер соның енді алғашқы қарлығаш дейді ғой, сол пилоттық программаға осы облыста бірінші қатысқан мен. Ең бірінші қатыстық, үлкен дискуссия болды, осы облыстың olsa қайта бардық. Енді оның қоятын құрған кезде ол жаңағы кооперативті құраш ештеңе емес, бірақ енді заманауи жаңағы цехтар қою керек, өңдеу керек деген әңгіме жүрді. Сосын енді бәріміз жүрміз жайда қаттай өңдеуге. Бардық, енді ойланып қарадық, жаңағы фирмалардың барлығы Россиянікі. Москваның үлкен фирмалары келіп отыр. Көбі орыстар енді. Сондайында бәрін енді Қазақстан нарығына, солар біздің кооперативтерді құру туралы заң арқылы нарыққа бірінші кірді, оны екінің бірі біледі. Соны біздер, мен пилотты бастадым, 6 аудан аштық біздер. 6 аудан аштық. 6 ауданның бүгінгі таңда 5-еуі жабылып қалды жыл жарымнан. Жаңа цехты 5-еуі де жапты. Шуойың жапты, жаңадан Қызылың жапты, Махамбет бақсы бәрі де жапты өшін. Сонан енді мен қазір жасап жатырғанда енді бір қазақ айтады ғана, бөрі арығын білдірмейді деп, міне сондай дәрежеде жасап жатырмыз. Бөрі арығын, себебі ол цехты алдық, біздер мысалы бәлем миллионға қойдырдық, кооперативті құрдық, кооперативтің бәріне әрбір адам алу керек, сонан әрбір малға мынадай субсидия беріледі, осындай ет тапсырады, сол кооперативтің мүшелері бізге тапсырады, біз халыққа ет сатамыз, одан кейін өңдейміз деген программамен біз жұмысқа кірісіп кеттік. Арты не болды? Арты. Біздер ол программа, ана ауыл шаруашылық министрі білетін шығар, Асқар Мырзахметовтің кезінде қабылданды. Сол кезде өте жақсы жұмыстар жүрді. Келді, қазір енді министрлігін көйлекше ауысатын болды ғой, енді жоғары жақта отырсыз ғой, мен ашықтық айтайын сізге, көйлекше ауысып жатыр, барды да Өмірзақ Шөкеев ауысып кетті. Біздер жақсы кооператив құрылды, 100-ден артық мүшесі болды, кооперативтің барлығы малдарын алды, мына сүйекеңдер де құрды мысалы, малын алды, соның бәрін халық солай біздер дайындадық. Сөйтіп дайындап келгенде министр ауысты, Өмірзақ Шөкеев деген кісі министр болды. Келді кооператив туралы заңның бүкіл субсидиясына өзгеріс енгізіп, мына ауылдағы құрылып отырған кооперативтерге берілмейді қолдақыға, 1000 басқа беріледі деген заң қабылдады. Өздеріңіз естіген боларсыз. Сол кезде бәрі отырды халықпен. Күні бүгінге қараңыз. Мен мысалы ана модульный цехты қойғыздым. Үкіметтің айына 500 000 теңге кредитін төледім. Оның содержаниясы деген ана 6 ауданның жігіттері, мен енді әйел адаммын ғой, ана 6 ауда жігіттер, 6 ауда керемет жігіттер. Ана Тасу деген енді өмірден өтіп кетті жақында. Құлсарының жігіті ол деген кәдімгі атақты кәсіпкер болған. Мынаны ұстау деген өте қиын. Свет деген мысалы бәлен 1000 теңгеге жарығы шығып тұрады. Бәлем былайға содержание дейді ғой, кредитін қоспағанда содержание. Міне соның барлығын келгенде ол тіге менің мойныма түсті мысалы. Былай қарағанда осы ауылдастардың барлығы біледі. Мен жаппай отырмын, бірақ мен қарызды отырмын. Мыналардың бәрі біледі. Бұл бір неге жаппай отырмын? Біріншіден халыққа керек нәрсе. Екіншіден соның артында жүріп енді өзім қорғап, еңбегім сіңіп, соны қойдырып, кәдімгі таңның атысы сөйтіп, не істегеннен кейін не болғанда да соның бір нүктесіне жетейін деп, мысалы мен сондай, бірақ мен деген моральный да, былай материальный да,
қанша соққыда отыр мысалы, қанша унижениеде жұмыс жасап жатыр. Мыналардың бәрі біледі, мына Қайырбектер, Шекендер, бірақ соны ұстап отырмыз. Сондықтан мен айтар едім, мемлекеттік программалар дұрыс емес. Сіз жеткізіңіз. Мемлекеттік программалар өте шикі. Қабылданған мемлекеттік программа қорғалмайды. Мен соны любой жерге айтамын. Біздер енді бүгінгі таңда кооперативтің мүшелерін жайлап, сол кооперативтің мүшелерінің қарызын мен төлеп жатырмын, былай қарағанда. Мен төлеп жатырмын. Шындығында, себебі мен кооперативтің төрайымын ғой, енді үкімет менен сұрайды ғой, қолды мен қойдым. Ақшаны мен арқылы алып бердім, мысалы, өзі тіке қолына ұстағанмен. Мемлекеттің ақшасы қай уақытта да қайырылу керек. Қандай программа? Қандай программа? Ауыл шаруашылық кооперативтерін құру. Сол негізінде жаңағы программа. Енді мен айтар едім, ол жақсы өтетін өтіп кетті енді. Біздер де бір қырға шықтық. Енді мемлекеттің алдында қарызымыздан жаңа құтылып жатырмыз. Бірақ қазіргі таңда сол цехты ұстау содержание өте қиын. Пышағы, басқа да қажет нәрселері, тоғы, бүкіл мына қызмет ететін адамдар соның барлығы табатын табысына сәйкес келмейді. Неге? Сен мысалы соямыз, біздерде жақсы сояды малды, бірақ одан түсетін табыс шаппайды ғой. Біздер табыс табамыз, тек қана өңдеу арқылы табамыз. Міне біз өңдеуге қол жеткізе алмайды. Менің арманым, былай қараған, өңдеу менің арманым. Сол мына субсидияның бәрі жүректеп, мен 20 метр жерге фундамент құйып, өңдейтін цех салам деп, мысалы, шекқарын аршитын цех салам, қалған өңдеймін деп, мен мысалы сондай бастадым, программа өзгере немен тастап кеттім, себебі мүмкіндігім жоқ қой, мен енді цехтың ақшасын төлеймін бе, содержаниені төлеймін бе, былай қараған. Сондай мен өте қиын жағдай. Сонда менің басымдағы жағдай, мына кісінің басында отыр, былай қараған. Бұл кісі кейде шаршап кеткенде жауып тастайды, мен де шаршап кетсем бірақ жарытпаймын. Бірақ енді былай қарағанда бірінші Алланың арқасы, Қалабегі Қызылқоғанның халқының арқасы, Қызылқоғанның малының арқасында отырмыз бізде. Ана 5 ауданда ондай мүмкіндік болған шығалдысы. Қазір олар үкіметтің қаржысын өтеген жоқ, мысалы, бұрын ауыл шаруашылық қаржылар қолдау болып, қазір АКК болып кетті ғой бірігіп. Соның алдында қаржы тұр, сатайын десе ана зданияның бәрі өтпейді. Не үкіметтің ақшасы түскен жоқ, не ана здания жасамайды, 5 аудан сондай жағдайды. Бұнымен кім айналысады? Кім айналысады? Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдейтін программа керек болды ғой да? Өңдейтін программа. Енді жақсы, сол шикі біріншіден, екінші ашу керек. Үшіншіден, мен айтайын деп отырмын сіздерге, программа қабылдап жатыр. 2,5% ауыл аманаты дейді, мына кәсіпкерлік палатаға беріп отыр. Программа шикі дұрыс емес. Оны алу үшін, ана программадағы ақшаны алу деген, ана космосқа ұшып, аспандағы айды алумен бірдей деп айтамын. Тіпті ана мүмкіндік жоқ. Қазір ананы жасаймын деген жігіттердің, қыздардың бәрінің уже беті қайтып қалды ғой. Беті қайтып қалды совсем. Енді мына кішкене қағаз бастылықты, бір нені, сол жерде программаны жасап отырам. Мен айтар едім, ауыл шаруашылық, мына біздің басқаны алмағанда, облыста ауыл шаруашылық басқармасының бастығы тұр ғой. Бастығына ауыл шаруашылығымен білетін азаматтар тұру керек деген мәселені қою керек қой. Ал біреу келеді, ол білмейді, ол оқуға кетті, енді ол оқудан келген, тағы біреу ауысқан, осы естіп жатырмыз, білмеймін енді жігіттерден. Мынада не жұмыс болады? Мынадан жұмыс болмайды. Мысалы, мен айтар едім, мен әйел адаммын, иә, ауыл шаруашылығын мына жігіттердей білмейтін боламын, бірақ мына бағытпен біз дамымаймыз. Біз ешқандай, егер мына өңдеуді ашпасам, пайда таппасам, маған да керегі жоқ, ана Құлтемірдің былай қарағанда. Мен қашаманға жүремін ол, мысалы, итін. Сондықтан осы дер шағында тұрғанда халыққа дұрыс программа. Сосын ең басты, Атырау облысынан, меніңіз жетеді ғой де жерге, мясокомбинат салу керек. Мясокомбинат Атырау облысынан, Атырау қаласынан салыну керек. Себебі Атырау облысынан Ақтау, Атырау облысынан Орал, Оралдан көбілейді айтып. Атыраудан бүкіл ауданы етін қайда апарады? Мына Қайырбектер етін алды мен аламаймын, себебі оның етін өткізе алмаймын. Менің апаратын жерім жоқ қой. Мясокомбинат деген мәселе қанша көтеріліп жатыр. Ар жақтан көтеру керек. Атырауға мясокомбинат салу керек. Не то что шаруа қожалықтары, қарапайым адам апарып малын тапсыру керек. Соған қол жеткізсе, мүмкіндік болады. Атырауға мясокомбинат міндетті түрде салыну керек. Біздің шаруалерлер айтып жатыр, ол анжелге баратын жері қалады. Көтеріңіз сол мәселені. Ақжолға нөмірі 1 тапсырма, Атырауда мясокомбинат салудың мәселесін шешсеңіз, Ақжол, атыңыз тарихта қалды партия. Мен айтар едім сізге. Мясокомбинат міндетті түрде керек Атырауға. Ол любой шаруагердің мойнындағы. Ол біздер деген шағын ғана, біз осы жерде халыққа қызмет етіп,
халықтың ғана малын, мысалы халықтың мысалы ауданды ғана қамтып отырмыз. Сосын жаңа мекемелер қабылдайды деп жаңа айтып жатыр ғой, өткенде келіп жатыр. Ол қабылданбайды, оның бәрі бос сөз. Бос сөз дейтінім сол. Мысалы қайнар мұнай газ, олардың бәрін не қабылдамады. Олар біріншіден тапсырмамен ана жақтан нетін қабылдайды, екіншіден қабылдау үшін госстандарт керек, анаған анадай документ керек, мынаған мынадай документ керек, мынадай тонны мынадай күні керек, ол деген анадай машинамен апарылу керек. Жаңа сондай деген енді аяққа оратылған нелерінің бәрі көп. Бұл деген біздерге әлі ертегі. Мен сөйлеп айтам өзім. Білгеннен мен себебі ішінде жүрмін соны. Кеше ембай мұнайға жер сұрап жатыр ғой, біз жаңағы ойбай етті қабылдаймыз бүйтеміз. Қабылдамайды. Кезінде ана мұқырда ауырған балаға сол мәтемна білетін шығар әбекеңдер. Қайнарың тұр, мәтенің тұр, қотыртасың тұр, кембайың тұр, жолдыбайың тұр, ар жағында. Соған сол балаға елдің берген 6 бас малын өткізе алмаған кезінде, мен жақсы білемін. Сол кезінде сол жерге салып ақша қыла алмады. Сол заманда былай қарағанда. Иә, мұқтаж адамдарға, мысалы, біздер соны білеміз картина. Жоқ, жалпы көмек берем дегенде, ол алынбайды, әлі біздерде алынады сол жағдайда. Бір орталықтан Атырауға мясокомбинат салсын, Қайырбек да барсын, Сүйекен да барсын, мен да барайын, Октябрь да барсын, сол жерден, пожалуйста, нелер қабылдасын. Олар уже госстандартқа сәйкес болады ғой. Қабылдайтын соңыз керек қой. Қабылдау, енді мясокомбинат сойылғасын, морозилькісі болу керек қой, морозилькісі. Соят та қабылдайды, иә, қабылдайды. Ол былай ғой. Осыдан, ең 92-ші жылы Түгелбаев әкім болғанда, біздің Атыраудан мясокомбинат салатын бұл ақша бөлінді ғой. Кім әкім болғанда? Түгелбаев әкім болғанда. Иә. Онда мен 30.000 тонна суткісіне мал керек болды. 30.000 тонна бір суткіде? Иә. Ондай объем бұл, ондай ақша төленді, бірақ сол кезде мал болған жоқ. Сонымен қалды сол. Ақша төленіп кетті шетелге. 20 миллион долларға салатын бұл. Испанская фирма. Ол фирма қазір СПК-мен қазір не жасалады. Несі бар ғой, бройлерный, птицфабрика, они же сейчас тоже занимаются. Сонда Ізмұхамбетов келіп, оған да ақшасын төлеп оборудованиесі жатыр дейді, 1,5. Салған жоқ. Оны Түгелбаев аталып қазір берді, қазір Ақтөбенің жігіті алып, қазір соны до конца СПК-дан ақша бөлініп, ол не дейін деп жатыр. Ол да мұншақ жыл жатты ана жерде оборудование. Енді мен ойлаймын, бізде қазір бірақ мясокомбинат салынатын болса соған қажет. Мясокомбинат болғасын ол халықтан определенный бағамен сатып алу керек қой етті. Сосын ары қарай өңдеп, оны басқаша бағамен сату керек. Солай ғой. Принцип сондай болу керек қой. Или не шығару керек жаңағы, консерві шығару керек, колбаса шығару керек, өнім шығару керек. Оған выгодно болу керек. Егерде сондай ет бар ма, қандай бағамен қояды, соған байланысты есеп солай болу керек. Апа, мен түсінбей тұрған ойында біздің проблеманы түсініп алайын, иә. Жаңа егерде мясокомбинат салатын болса, ол мясокомбинат мал соймай ма? Сояды. Бәрі апарып, жоқ, сатып алып сояды ғой енді. Сонда біздің мына екеуміздің үшеуміздің бизнесіміз далада қалып қоймай ма? Жоқ, олай емес. Одан қолданамайды. Ол дейді, халыққа сойып бересің ғой, болды. Анау мясокомбинат өз ақшасын сатып алу керек. Түсініп тұрмын ғой, сатып алып сояды ғой. Бізде айтайық, қырғын малдың бәрін мысалы ақтауға тиіп жатыр, аяқтай. Иә, қанша мал. Тапсыратын жер жоқ қой, мен ала алмаймын, мен басын сатам, аяғын қарызға берем, қарызымды бере алмаймын, мысалы сөйтіп жүрем. Ақтау алып кетіп жатыр, қырғын малды, иә. Басқа жақтың бәрі алып кетіп жатыр. Мясокомбинат болғанда, жаңа суткісіне 10 мың бас соятын мясокомбинат емес қой. Қазір қараңыз, мысалы мясокомбинаттардың қанша бас суткісіне сояды, қандай, мысалы біздің Атыраудың жағдайына қандай келеді, оны разработка жасауға болады ғой мамандар. Сол күйінде мясокомбинат керек, ол жалғыз Қызылқоға емес. Исатайым отыр, барлық жер мал тапсырғысы келеді. Кім Гаишкейнің отыр, солардың барлығын, мысалы, ол ананы ашқаннан, мысалы, Сүйекен, я мен күйремейміз. Біздің өзіміздің бизнесіміз өзімізде, біз өз жерден өзіміз малымыз тауып алып, мына халыққа ғана ет сатып отырмыз. Біз деп көрдің ба? Біздің үргініміз оған келмейді, мыналарды қабылдауға келмейді, мысалы. Өзіңізден артылған апарып тапсырасың, олай ма? Халық тапсырады. Жоқ, халық тапсырады ғой. Халық общий, халықта бүгінгі таңда нөмір бірінші өндіріс жоқ, малмен отыр ғой. Жалпы мына базар, ана жерде тұрған мал соятын цех, мына жерде Атырау толып тұр ғой, мал соятын цех. Оның бәрі былайша айтқанда біздер сияқты қазақша жүргендер.
Ештеме жоқ, мал сойып береді де жөніне кетеді, базар алады. Ал мясокомбинат ашса, біріншіден бір жерге мал тапсырады. Сол етті, мысалы, сол кезде, міне, өндіріс орындарын облыс әкімінен бастап, нажимать ете алады. Мына мясокомбинаттың етін сен қабылда деуге правасы бар. Мұнайшыларға деп тұрған. Ол стандарт болады. Анау стандартпен тапсырады ғой. Иә, стандарт. Оның барлығы. бір күні мына бір жаңағы сіз айтып отқан мал сойып, жаңағы бір жылқыны апарып сойып, сосын біздің атыраудағы неше 6 не бар екен бойы. Сосын есептеп қарасам, күніне бір 200 бас бар, 300 бас сойлады екен бар болғанда. Мына халықтан. Олардың бәрі түнде сояды екен бұл. Иә. Түнде олар сойлады екен. Сосын мен 6 не бар, 6 бой не бар. Қанша мал келеді. Енді доход есептеуім керек, өрішті. Годовой өрішті, айлық өрішті сонда санасам, күніне бір 150-300-ге дейін сойлады екен. Сол потребность, атыраудың потребность сондай екен. Соның бәрі базарға барады ғой. Мясокомбинат примерно сондай болып тұр. Егер Одан үлкен кооперативтерге лабораторияның өтіп бос деген қалған ана алпауыттар иә, сол ғой, сол ғой. Австрияда келген еттерді неден ығыстыру керек қой. сонда да айталамыз. Біздің мясокомбинат Солай одан емес. Дұрыс. Мясокомбинат болатын болса, ол тек қана Атырау үшін мясокомбинат істеген үй, ол тек Қазақстанға да бәрі өзге продукция кету керек қой. Колбаса да, жаңағы консерві де бәрі басқа елге де сатылу керек. Бұл өнімдерін де шығару керек дейсіз ғой. Мясокомбинат деген бар ғой. Атырау облысына есептеу мясокомбинат ондай. Дұрыс. Ол не выгодно? Жоқ, Атырау облысына мясокомбинат саласыз, ол тек қана мал сойып ет сататын емес қой. Ол қазіргі заманауи қараңызшы, иә, ол деген бар ғой. Оның ішінде переработка бар, құнысы сол переработка. Ең соңғы терісіне дейін, міне, теріге дейін далада жатыр, иә, тұяғына дейін, несіне дейін далада жатыр. Қазіргі мысалы мясокомбинаттарды қарасаң, терісіне дейін, тұяғына дейін оңдайтын мясокомбинаттар қазіргі. Міне, переработка, өңдеу деген сол. Міне, соған көзді жұмып кіру керек. Соған сіздер, мысалы, соған бір себепкер болсаңыз, мысалы, 10 мың бас соятын күніне деп атырған жоқ қой. Атырау 200 бас соя ма, 300 бас соя ма, Атырау облысынан ертең қара, Атырау облысының барлық ауданында мал бар. Мақат ауданы дейін көше алмай отыр. Тек Атырау Мақат емес, Қызылорда бүкіл Қазақстан бойынша проблема. Иә. Көтеру керек, мынау керек. Мына егер көтерсе, елдің еңсесі көтеріледі. Мына халық апарады малын. Міне біздің қожалықтардың бәрі малын өткізе алмайды. Мына ойыл, бүйрек, мына құм, мынаның бәрі малдан тойып тұр ғой, қойнауы толып тұр ғой, бәрі өткізе алмай отыр. Бәрі бұлай қарағанда Ақтаудың жаңағы алып сатарлары күтіп отыр. Сонда халыққа не пайда? Не пайда? Вот халыққа солай жаса, мясокомбинат салу керек. Менің өзімнің пікірім осындай. Мемлекеттік бағдарлама деген өте шикі. Әріптестеріңізге айтыңыз, ана Азат Перуашевтың сөзі жүреді ғой, ары қарай өзіңіздің де сөзіңіз жүреді. Үлкен мінбелерде көтеріңіз. Мемлекеттік программа қабылданды ма, аяғына дейін жету керек. Ортада мысалы жаңағы министр ауыстырған атқысап, келесі адамға ескі программа кетпеу керек. Бір программа сондай қалу керек. Сол кеткеннен бізде кооперативте қанша адам страдайт етті. Міне отыр, мыналардың аттары кооперативте болды. Арты мысалы соттасы базарға тұтты шындығында. Мен жақсы біліп отырмын, иә. Ол кімге пайда сонда? Біз дамымаймыз мынаумен. Ешқандай. Мен мысалы азар ұстап отырмын. Сатпай отырмын, себебі халыққа келді. Мен өзімнің есебімнен салып отырмын. Мысалы өзімнің ақшамды анаған салып отырмын. Көрдің ба? Ал сол субсидияның бәрін беріп, кооператив солай ұстап, қорғаған болғанда, мысалы, біздер баяғыда дамып кеткен болар еді. Сүйге кету керек қой, мысалы, айданаққа мал сояма 12 мың теңге ақша төлейді. Иә. 12 теңге не ақша болады? Күніне 3-4 бас сойлады, жеткен 40 мың теңге. Оған 3 адам қолын етек айжанның өзін қоспағанда, 3 зарплатасы жоқ дегенде 200 мыңнан кем ақша болу керек. Кім жасайды ана жерге? Классына жұмыс. Мысалы 12 мың бас сойылды ма, үстіне 6 мың теңге субсидия ақша беру керек. Сол ғой. Мысалы, мен ешқандай пайда көріп тұрмаймын. Егер де бағаны өсірсе, 18-20 адам сойылмайды. Бұл алға жүрсе өсіреді. Шынымен программаны олардың бәрі шешілген. Ол биылғы мен көрсететін биылғы 23 жылғы үкіметтің бюджетті игеру жөніндегі есебін біздер қабылдадық. Ағыл партиясы қарсы шықтық. Неге соның ішінде бағана сіздің айтқаныңыз программалардың шекілері бар. Мысалы мына СПК-ның жұмысы.
мына не бар ғой кәсіпкерлік жоқ не СПК социальный предпринимательская корпорация әлеуметтік сол осылардың ол үлкен бір ақша бөлінген программа ол бүкіл қазақстанның жан жақты түкпір-түкпірінен ақшада вот сол кісілер мына жерде мониторинг ету керек қой негізінде мониторинг етіп міне бұл жерде газ камера тапсыратын болса сіз айтып отырғаныңыз соған милар жетпей отыр ғой газ камера тапсыратын болса ол еттерді халықтан қабылдайды да бір етті апарып жекеменшік адам тшоға тапсыра алмайды ғой өзі мына жерден алып өткізіп олар дайындап беретін болса онда сондай проблемалар бар деп оны көтеретін СПК-ның жұмыстары бар. СПК деген мына біздің басқа ауданды білмеймін, біздің ауданның кәсіпкерлерінің барлығының аяғына тұсау салып отырған мекеме СПК деген мекеме. Кезінде беззалоговый кредитный не құрғызды, не заты, КТ-ларды құрғызды. Ол жаңағы беззалог қой енді, сонымен ол КТ-ның бәрі қой болды, ол қалды. Одан әлі жұрттың әлі соттасып әлі құтыла алмай жатыр. Көпшілігінің счеты жабылып тұр. Былай қарағанда оған ешкім басын ауыртып отырған жоқ. Алдындағы Тасим сотталды. Одан кейін 3 басшы ауысты. Енді ең соңында сұрай оның аяғын жұрт қойды, енді сұрай алмайды. Болды. Сонымен отыр. СПК-ның жұмысына, сосын фонстың жұмысына осы күнге дейін әлі қашылып бәрін әлі ешқандай нәтиже шығарылмай жатыр. Фонст дейтінге соны білемін. ол да тап СПК сияқты халыққа қазір зиян көрсетіп отыр. СПК дейтін тек мына BI группқа жер берумен, олардың үй алумен рахмет көріп отырған. Енді сіз сөзіңізді бөлейін. Енді нөмірі бірінші мәселе өңдеу деген мәселеге мемлекет тұрғысынан үлкен қолдау керек. Соны жазып алыңыздар. Өңдеу деген мәселе ол тек қана еттің айналасы емес. Любой өңдеу деген мәселеге толық бөлек программа қарау керек өңдеуге. Сосын оның жаңағы анадай қылып бір-біріне байланыстыратын мынадай деген болмау керек. Мысалы, ана 2,5%-ті білмеймін, енді мына палатының бастығы отыр ғой, Алтызердің. Мына мен біздің аудан адам алады деп айта алмаймын, ана жүріспен. Ал жұрттың әрлі соны алам деп, бизнесін дамытам деп, жұрттың әрлі құрылысын бастап бұзып, мысалы. Ал сол алмай қалу оны? Бұзып тастады, мысалы. Айтады ғой, айтады. Тұрбайчы. Басталыватқан нелерді біздер алғымыз келген, зданиямыз бар, зданиямызды бұзып жаңартқымыз келді. Сол жөнінде 25 миллион, 29 миллионға шейін дейді. Менің доходым жетіп тұрса, салайып тұрған залогым жетіп тұрса, одан ары қарай бермейді. Енді есептеп қарасам, менің берейін тұрған 25 миллион даже жарық жерден жетпейді. Құрылысқа жетпейді. Даже салып берудің өзі, подключтің өзіне, мысалға, қонақтар, өзбектер 10 миллион сұрап тұр. Біле беріңіз. 5 миллионымыз басталмаса, гаскаға кетіп қалады екен, дәкмелікке. 10 миллионға сала алмаймыз бұл жерде. Сонда, сол жерінде мысалы, берсе, менің доходым жетсе, салатын залогым жетсе, осы құрылысты есептеп, молдау беру керек қой. Сол жерінде қозғасаңыздар, ол 25 миллион береді деп бердік дейді. Ол әлемдегі залогымызды саламыз. Еще доходымыз есептейді, оның да жүрісі көп қойын, білесіздер. Газ. Қандай программа? Қазір программа соңғы шығыватқан не ғой? Осында газ тоже проблема. Қазір ауылда дейтін. Газ жағынан шүйіркеймізге. Почти 5-6 миллионымызды алып алады ғой, басқа алмай жатыр. Сонда біле беріңіз. Біз кредитті алмай жатыр, бұл ақшамызды беріп тұсауымыз керек. Газ қалу керек. Газ қалу керек. 4 миллион ұмаяқсың, сізге ойлап қараңыз. Мына октябрь айты сен құрылыстан білесің ғой, түсіндір. Мына гаска деген осы бұрында мына құрылыс бастайтын келген адам гаскадан қалам алу керек та осы қағазын. Сол қағаз көп кедергі. Көп кедергі. Ол еш сізден проекттің экспертизадан өтсе, сол өткен бойда сіз гаска бір 30 минуттың ішінде талу беру керек болды. Сол берілмейді ғой, онлайн режимі беру керек. Онлайн режим бергенде ана жерден баспайды. Қалайда отказ береді. Менің өзім деген осы сол үш ғимарат салдық қой, бәрінде де соған кедергі соқтасып. Экспертизадан өтіп тұрған проект ешқандай проблема жоқ. Оны сіздер айтып отырған боласыздар ма? Бермейсіздер. Не жөнінде солай ма? Міндеттерді ақша береміз. Не деген мына проектте өздерінің бір фирмалары болды, соған барып жасатындар.
Ошо 10 фирмага барсам ана 401 мың 500 мыңдай Даже экскизный Рабочий проект 3 миллион, 4 миллион тұрады. Посреднический жасап мамандар жасап отыр. 4 миллионға шығады, 3,5 миллионға шығады. Ана кімдікі шығып тұр? 4 миллион ана Бұл мана пісірген деген нәрсе көп ол жерде. ол былай ғой кішкене түсіндіріп айтайын. На самом деле жаңа сіздің айтып отырғаныңыз мына газ мөлшерлері точно айтып отырсыз. Ауылдық жердің кішкене түсінбейді, нетпейді деген сияқты ғой. Білмегенсін, оған посредник, мына гаиге барсаң, оның болды ғой бұрын баяғыда. Соны болмай қалғанда. Иә, бегуновтар шаруамды 5 минутта бітіріп беремін, 10 мың теңгені беріп, сол сияқты ғой. Олар өздерінің ішіне не ашып қойған сондай жасап қойды. Қазір мен мысалы, былай қарасам, крупный стройка жасап жатқанда мен заңмен жүремін, сосын даже келемін, экспертиза өттім, 5 минутта әкеліп бермесем, олар вынужден беру керек. Кімдесі болған бұл кісілер? Болады ғой, не болмас кейін. На самом деле, Бермейді, ақшаны төлемейді. на самом деле, егер де экспертизадан өтіп тұрса, ең бір заң бойынша сен қазір любой объектілерге 17 жерде местный архитектурға согласовать аласыз. Эскизный проект согласовал, содан кейін проект жасайсың общий. Проект жасағаннан кейін частный, үлкен не болмаса, частный экспертизадан өтіп болады. Экспертизадан өткеннен кейін, он обязан бір күннің ішінде, жарты күннің ішінде беру керек. Рабочий проект экспертиза өткеннен кейін ешқандай не болмау керек. Енді, конечно, мынандай бегунов 25 пункт бар. Бәрін жылдан, начиная жаңағы неден бастап. Мен өзім өтіп жүрмін ғой, білемін. Келіп отырам дейді. Плюс, мынаған бар, анаған бар деп. Конечно, геодезические исследования жасатасың. Топосъемка жасатасың. Сол ғой, сол талаптарын айтып отырсың. Соның суммасын кішірейтсе, жақсы болар еді. Талаптарын айту керек па? Экспертиза. Олардың бәрі частный, бірақ енді бәрін индивидуально договариваться ету керек. Ана енді есть такой, ештеңе де жасатпай, бәрін өзім жасай дейтіндер де бар. Маған тек мынандай төле, ондай да бар енді, білемін, мен айтамын, маған керек емес, мен өзімді жүремін. Енді, конечно, шының сөздің шыны керек, уақыт алады, не алады, даже мен шаруақта тұрған үйге сала беру керек болады. Салмаймын мен, почему? Потому что какой-нибудь біреу келеді қазір, гасты болсын, прокурор болсын, таяғын ойнатып дейді. Сөзі не хочу мен сөйлескім де келмейді, қойдың бұрын сөйлесін ететін еді, соны келсейік керек емес. Осында не бар, электрик гасыны кәсіпкердің аразы бар, айналыспасақ енді. Өте қиын нәрсе ғой. Иә, олар мысалы телефондарын алып келем, күйеуімнің Лариса сізге байланысты. Хорошо, давайте, мен ана жігіттер бар ма, ішінде тұрған жігіттер. Енді айтамыз ғой, енді мына жерден сұрауларын шешпесеңдер, әңгіме басқаша болады. Ойнай бермеңдер. Мана кешіріңіздер, Ларисаның айтып тұрғаны шалағу арқылы берілетін несие ғой. АКК арқылы берілетін несиені айтып тұр ғой. Мана 7% беріледі, ол 29 миллион 560 мың теңге берілетіні. Ол жәйті Астана арқылы айналып келеді, жүрі жетеді, оны біз енді Байбатура толқын деген бастады. Зданиясын уже дейтін бұзсат, мені беріледі деп, әлі жүр документімен, құжатымен. Мана сіздер айтып жатсыр, оңай емес, газымызды бәрі қазір дейтін, ішін бәрі кілемді. Сосын қазір енді тағы проблема есть, үлкен проблема. Жылда біздер сомен айналысып отырық, мен де кеше мана экскизный проекттің өзі 3 миллион оны қалтасына проект жасату үшін сондай ақшалар кетіп жатыр. Әлі ол ақшаны 29 миллионды әлі алған жоқ, алама алмайды бизнесі. Ол Астана арқылы беріледі. Тек қана Атырау арқылы берілетін 16 миллионға шейін, 16 миллионнан жоғары Астана арқылы шешіледі. Ол беріле ма, берілмей ма екі талай. Мысалы, ол кәсіпкерлік әлі жасап тастаймыз сонда. Сонда бізге шығын деген сөз бұл. Негізі вообще мына біздер енді екінші деңгейлі банктер жоқ қой біздерде. Халық банк деген тек қана бізде Қазпочта жұмыс жасайды тек қана. Бізге негізі алдағы уақытта жол салынып жатыр енді. Бізге мына Халық банкының филиалы керек. Центр керек. Мысалы қалаларда күшті 100 миллионда, 100 миллионда ақша алып кәсіпкерлік жасап жатыр. Ештеңе жоқ. Соны қолға алсаңыздар, негізі айтылып жүр. Негізі Халық банктен келіп мамандар келді. Өшеге келіп менде ақша бар.
Каспийге бардым, Народный банкке бардым, олар айтады сізге. Қандай жауап береді? Инкассация, біздер ақша. Жоқ, Істейтін асықты болу керек. Мына сағыздан, мынаны бастап сағызға шейін тексеру жүргізу керек. Ол үшін екі станция тұру керек та. Бір параллельда тұру керек, сол жүргізу керек. Оны барсаң, кеңселі бар, несі бар, жоқ, мына не халық банкі деген осымен жаңа бөлім ашатын болып біздің келісіп бөлім сұрап кетті пандемияның алдында. Кәдімгі бір-екі маманымен отыратын болып, пандемия болып қалды да, сосын оларға сол кезде бізде мына қауым кредит банкі бар ғой, солар өздері карточтармен инкассация жөнінде өздері келісімдері бар, солар ақшаны солар алып отыр. Олар да солай келіп кетті, карточтармен инкассациясымен. Қауым бәрі отыр, бірақ халық банкі жоқ. Сол ашылатын болып келіп, тек мына пандемия болғаннан кейін қалып қойдық, соны қайтадан қорғау керек. Екінші деңгейлі банк керек қой, қалай Ол енді ол деңгейде тұрады. Ол деңгейде өтеді. Оның жолы сүйеқан табылмай жүргенде осы қылы қоғамын бүктіп шаруашылығын жекешелендіруге құртуға бірінші еңбектенген осы куәлігінен. Ошон биздеги ауыл шаруашылыгы жасалып реформасы дұрыс инвестициялық жүйе. Ұсыныстарыңызды жазып берсеңіз, қандай мысалы бізде мынадайда бізде кеше айттым ғой, Ақ Жол партиясына үкіметтің несін қолдаған жоқпыз деп. Қолданғанда біздер қай жерде келіспейміз, сол жерге өзіміздің ұсынысымызды беру керек та. Тек просто айтып ана жерде сондай өзімізде тәртіп сондай. Мынандай болса, біз сіздерге ұсыныс алып алсақ, басқа өңірлерге барған олардан ұсыныс аламыз, біздер манағы программаны дұрыс емес деген кезде, мына жерде мынандай дұрыс емес, біздер мынандай деп кірісуге, түзетуге деп Аты жөнімізбен жазып берші, сол маған кері шықса, мен кері байланысқа шығайын. Кәдімгі подробный дәлелмен шығайын, программалардың дұрыс емес екеніне. Жазып алыңызшы. Бізге жазып берсеңіз, қай жерге қандай өзгерістер енгізу керек екен. Біз жазып беруіміз керек. Иә, бір сол ұсынысты біздер берейік деп Ол кетті, газ бен свет болды. Бөлімше жөнінде депутат сауал істеп кішкене болса да газбен күннен бері банк өңкей жоқ. Ана жолда не жоқ деп соның бәрі шешейін деп халық алып, өз сауалын Мына бақтабиттер Народный банкімен алады ғой ақшаны, мына керуенде жүреді төменде. Народныйдан ақша берейін деп едім, Народныйдан алады алмайды, салады алмайды, ақшасы картада тұр, мұны біледі ғой, мына октябрьмен. Бәрі Народныймен алады, болды ғой, сол үшін қалаға кетеді, қаладан алдырады. Сағызда жоқ? Жоқ, еш жерде де жоқ. Мақатта отыр, жақын жерде. Сағызда жоқ та, сонда мына жерде жоқ. Еш жерде жоқ дейді. Аудан бойынша жоқ. Аудан бойынша жоқ. Олардың манағы бірінші шешімі жүрген мәселесі бар, инкассация бар, ақшаны. Енді қазір қазпоштар сол банк тұр, мысалы, қауым кредит банкімен келісімдерге инкассацияны солар жасайды. Индиде бар ма? Индиде бар ма? Индиде бар, Мақатта бар, бізде де Biz bankın özüne alıştık. Yok, bank kirli yok. Akın dedi var mı? Recep Cumhur'a oldu. Bankın da var. Жеке меншік адамның Өте керек нәрсе халыққа, өте керек. Сіздерге былай бірден түсіндірейін. Бүгінгі күні бар ғой, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың программасы былай мықты президент, жауап беретін үкімет, ықпалды парламент сөйтіп жүр. Бүгінгі күні ықпалды парламент дейтін жоқ қазір. Сіздерге айтайын. Мен мінбеден де айта аламын, партия бәріне айттым. Депутаттың қолынан келетін шаруа
тек айтуды да білмейміз. Сіздер айтып отырсыз ғой, осы біздер депутат дейтін былай ғой, мектепте староста дейтін болмай ма? Староста барып ана директор болып келші, староста, о депутат дейтін дұрыс сондай емес. Жеткізуші. Ол, например, сол депутаттарға сол жаққа сөйлеуге, сол жаққа ана нелерге комитетке кіруге рұқсат беріп қойған. Сондықтан халықтың деп айтады ғой, халықтың ортасы халықтың қалауы. Ортадан сайладыңыз ба міне депутаттар, мысалға Айбекті, мұнда Әбекеңді мен республикаға мысалға сол депутаттар мына жанайқайды естітуім керек. Жаңа айтып отырған оны өнімді бөлу жөнінде келісімді айтып жатырмыз. Үкіметтен отказ келеді. Ешқандай түсініктеме жоқ. Ол сіздерге жауабында біздің депутат сауалымызда бере аламыз деп. Мына жер мынанда көтеруім керек. Көтереміз. Айтып тұр ғой біздер рычагтың бәрі мына атқарушы билікте. Әкімшілікте біздер осы халықтың сізбен бірдей адам ортада мына староста сияқты сайлап қойдыңдар ғой. Сондықтан соны көтеруім керек. Оны көтерейік. Тағы да енді Алтынсеров айтатыны бар ма? Алтынсеров айтшы. уақыттың болуы ғой. Қысқаша белгілердің болса, бұл мәселелерді аяқсыз қалмай жоғары дені бастап бұл көтереді ғой. Осы септіге Sen ben kaybı жинаған. Рұқсат болса Жоқ, былай істейік, Әреке, былай істейік. Народный банкпен сөйлесіп керек жоқ. Сіздер бар ғой, біздің ертең фракция недегі облыстық мәслихаттағы әкімнің атына депутат сауал жібереді. Міне осы ауданда банк жоқ. Мен оны договорить етпеймін. Тыңдасыңдар. Депутат сауалды, осы жаққа жауап көріп олардың берген жауабын әкеліп жерге отчет жасайды. Түсініп қой. Бір кішкентай вопрос қой шеше. Деймін? Біздің қолымыздан келетін соны көтерейік. Ал онымен әкім договорить етеді. Нетін әкім жердің звондасын. Орта жол КСО-ға бір өздері талап қоя ма, орта жолға мынандай станция қойыңдар, мынаны ол банктың өзі шеше алмайды. Оларда дейтін требование болып тұр ғой. Жүрген жолының бәрінде связь болады. Әкім исполняющий власть точно отыр ғой. Bizde sağ dönekere de yok. Ғана ет жөнінде, біздің өңдеу жөнінде мен сізге айтайын, ол біздің Ақжол партиясының программасының ішінде бар. Кезінде Алаш ордасының программасында болған, соны біздер өзімізді көшіріп алдық. Алихан Мұхтановтың айтқаны қазақтың әрбір тасы кеудеге түйме болып қадалу керек, өңдеу керек, өңдеп қадалу керек. Ауыл шаруашылық өнімдері, тері, жүн, етті тікелей сатпай оны өнім болса да сол программада бар, ол біздің программамызда бар. Сондықтан оны біздер әлде де қозғаймыз. Ал жаңағында мәскемен жөнінде оны біз тағы да өңірлерден зерттеп, ол кішкене уақыт керек. Жақсы ма? Қазір айтайын. Бана ұсынысыңызды, шынымен де қандай программада, қандай сіз енді сонымен күнде кездесіп жүрген сұрақтарыңыз ғой. Мынандай программаның ішінде мынандай ұсыныс, біз мынандай әсер еттік. Мыналар мынандай жетпейді деп тек айту керек. Зерттейік. Кездестік қой да? Просто біздер айтатын болсақ қазір, сіздің айтқаныңыздай, анауың дұрыс емес деп, болды ғой, тыңдайды да қоя қояды. Ал осы әңгіме бар ғой, біршама жерде айтты. Облыстың үш әкімі ауысты ғой енді. Жаңағыны айтып, ноғайып кетті, жаңағы апай деп, Досмұхамбетов кетті, қарындас деп, барлығы шешіледі деп, одан кейін шәткен жоқ, шындығында. Ол барлығы, бәпше айтып, енді өсігінің шындығын айтқанда бәрінен кәдімгі осы күдер үзіп, мысалы, мына отырған кәсіпкерлердің бәрінің жерде тыстағанда арсы 25 жылдан бері. Ең асы 25 жылдан кәсіпкер болып отыр. Бұл біздердің мойнымызда бірде бір қарыз болмау керек қой. Біздер қарызсыз, наоборот, елдің әлеуметтік жағдайымен ел сүйреп кететін уақытымыз ғой біздер. Біздер мемлекеттің алдында қарыз болып бежемізден батып отырмыз. Ал осыдан жұмыс боламыз. Соның дұрыс еместігінің барлығы мемлекеттік программаның дұрыс еместігі. Көйлек ауыстырып жатыр. Мемлекеттік программамен, министрлікпен, соның ішінде мына ауыл шаруашылығын басқаратын мамандар, басқаны білмеймін, Атырау облысының өзінің басшысы ауыл шаруашылығын басқаратын. Ауысып жатыр. Действительно ауыл шаруашылығын білетін адам керек, білетін адам тұру керек. Бұл жерге дым жұмыс істей алмайтын адамдар любой отырсын деп отырғызып қояды, солай.
Енді кім қалай Адамды кәдімгі еш жер алмайды. былай ғой Еш жер алмайды дейді. ауыл шаруашылығы жобалары бар ғой. Керегі жоқ, оларға Бізде білмейді. төменнен жоғары білмейді. Жоғарыдан төмен қарай жүреді. Төмендегі мына ситуацияны білмейді. Жоғарыдан заң шығарады. енді Сол тақырыптарға иә, мыңбас деген масқара ғой. Мыңбас деген Шымкент пен Жамбылдың байларында бар, мыңбас бордақы. Атырауында 500 бас бордақы жоқ қой, ойлаңызшы. Ойлаңызшы. Вот мына бір ұсынысым осы болды. Манағы осындай программа ішінде 1000 басты 300-ге дейін түсіру деген сияқты. бесін басты Жоқ, солайда мысал айтып отырғаным ғой. Мысалға сіздің ұсынысыңыз мынандай программа ішінде 1000 бас дегенде 300-ге дейін түсіру деген ұсыныс. Бір ұсыныс. Сондай точно ұсыныстар болса біз соны етейік. Ауылды Ауылда бастағанда ең бас жүз бас дейтін бағдарлары бар. Бордақы. Соған келтіру керек қой. ең болмаса. Ол саясат бар. Олигархтарға жасаған Вот дұрыс айтасыз, сондай болып тұр. азаттық соған берсек, Өздеріне ақша ана алады. шаруаларға ешқандай болған жоқ. бесін басты кім істейді? Олар пайдасын көріп тұр. Біздер өзіміздің ұстаған программамен минусқа зиянға қалып тұрмыз. Көріп тұрсыз ба? Зиянға қалып тұрмыз. Ана бес ауданның мысалы анадай модульный заманауи цех деген ешкімде жоқ. Мысалы Москва мен договорға отырып, Россиядан қойдыртып отыр жігіттердің бәріміз солай қойдыртып әкеліп, иә. Ол деген қазір қандай керемет нәрсе. Өздері үшін жұмыс жасай алмайды, себебі оның ұстауының өзі табатын қаражатын шаппайды. Көріп тұрсың ба? Әңгіме қайтып жатыр. Несі қандай площадь? Көлемі Одан да шағын ғой, болады. біздікі 10 бас қой, енді суткісіне 10 бас жарайды, ол ауданға нормально. 200 шаршы метр ғой, 200. Баналардың несінде требованиесінде ондай жоқ қой. Не деген? Сан жөнінде айттық қой, 1000 деп. Көлемі жөнінде осындай болу керек деген ондай қате нелер жоқ па, требования тоже? Ненің ішінде? Мысалы мен терраспын ғой. Жаңағы күніге bir şahın oluyordu Allah. Күніге жаңағы 5 тонна бетон керек. 5 тонна бетон керек. Өтпесе берілмейді. Өтпесе берілмейді. Сол ғой. А біздікі Тағы бір 500 килограмм. 500 килограммның өзі ауылға дейтін соны жібермейді. Бізде жақсы мысалы, модульный жақсы, оған әңгіме жоқ. 20 бас ірі қараны сақтайтын olur. Нормально. Құттай мана сіз айтып отырсыз ғой жаңағы біздерде партия кәсіпкерлік мақсатты қолдаушылар. Ана үй жөнінде ұсыныс айтуға болмайды мысалы. Қосымша құн салығының шегі бар, сосын жаңағы 6 айдың несі бар, жаңағы есебі бар, соның шегі бар. Я сол жөнінде мысалға мынада бүйтіп жазыпты жаңағы НДС-тікі жаңағы 88 миллион деп тұр ғой мысалы. Былай болады, 1 январдан бастап розничный налог дейтін болды ғой, 2 миллиардқа дейін. Ресторан, нелер жұмыс істеп жатыр. Жаңағы упрощенный дейтін 88 миллион айтып отырсыз. Одан кейін НДС отыру керек. НДС ол Қазір енді 1 январдан бастап 500 миллионға дейін НДС-қа отырмайсыз. басқа режим болды. Жоқ, сол упрощенный режим. 500 миллионға дейін НДС-ке де отырмайсың, 500 миллионға дейін оборот жасай бересің. 500 миллионның астында уже НДС-ке отырасың. Қазір соны есептеп қарадым мен, сол нелермен налоговиктермен кездестік, сосын мен жеке осылай отырдым. Мысалы, біздің Қазақстанның 95% налогтың бәріне неден түсіреді, мұнайдан алады. Тек қана 5% мына біз кәсіпкерден түсіреді. Соның ішінде соңғы жылы мына налогтан босаттық 3%-дан. 2 миллион кәсіпкер ашылған екен. Енді олардың ойы былай 2 миллион кәсіпкер ашылды. Олардың ойы мына үлкен мекемелер бәрі қасына 10 шақты, 20 шақты ИП ашып алады да, сол арқылы ақшаларын налог төлеуге дейді. Сосын олар қазір 89 болды ғой, 88. Енді қазір соны көтеріп, 500-ге мен айтамын, миллиардқа апарып қойсаңдар жақсы, енді 500-ге апарып қойды. 500-ге апарып атыр. Бұрын 300 болып еді ойлары. Қазір 500-ге көтерді. 500 миллионға дейін ешкім жаңағы 3%-ды төлейсің де істей бересің. Оңайлатылған декларация ма? Иә, оңайлатылған декларация НДС-ге отырмай, енді ол бізге жақсы. Жақсы. Сол жөнінде 10 үй ашып жүрмейсің. Мысалы, сен нең болса жаңағы, бір кәсіп жасап жатсың. Сол 88-ге жетіп қалғаннан кейін НДС тағы бір үй ашып жүр ғой. Қазір ашып қойсың. 500-ге дейін спокойно жұмысын дифференциалдық салық формасына көшіру.
мысалға ауыл шаруашылығы мен мұнай сататын гиганттар бірдей не төлейді. Налог. Банктерде ауыл шаруашылығына бірдей налоган кодексын қабылдау керек. Бірақ бір не бар. Ауыл шаруашылығы аз төлеу керек. Онда бір үш не бар, өздеріне лазейка қалдырып қойған, онда қарап отыру керек. 3 пункт бар. Дробление бизнеса дейтін бар. Соның нелері бар. Егер де сіз 500-ден асып баратқанда тағы бірдеңе ашып, тағы бірдеңе етіп жатса, соны қарап отырады. Сізге қайтадан полиция келіп тиісуі мүмкін. Соны өте мұқият болу керек деген. Жаңа жылдан бастап жаңа кодекс, салық кодексі енеді ғой. Соған тағы бір жасап жүрген жұмыстарын біздер нелерді заң шығарып отырған орындар ғой, салық заңын өз есебінде қарағанда айтар. Выездной совещание астанада келесін атауды жасаймыз. Олар енді рұқсат болса бір болса осы жөнінде бір айта кетсем, мен күні кеше 2-3 күн бұрын Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласында мына жалпы қоғамдық бірлестіктердің басшысы Қазақстанның азаматтық альянсы заң тұлғалар бірлестігінің басшысы Омашев Мұратпен бірге 5 адамның бірі ретінде мен Ақтөбе қаласында Ақтөбе құром қосындылар зауытында болдым. Ақтөбе құром қосындылар зауыты. АқЗ деп аталады енді қазақша. Енді бұл жерде менің айтпағым не? Şu жерде барып экологиялық мәселесін тексердік. Мен енді қоғамдық кеңестің мүшесімін ғой. Бір Атырау облысына жалғыз өзім қатыстым. Енді мәселе былай болып тұр. Бұл жерде ол акционерлік қоғам ғой. Былай айтқанда алпауыт 2,5 жаңағы жоқ жұмысшысы бар. Енді соның мынау халыққа көрсетіп отқан қандай көмегі бар дегенде әлі күнге дейін жаңағы талекпеген кішкентай талекке Қарағаннан келген жаңағы Руслан Никонич жаңағы қоғамдық кеңестің мен мынаның өзін Қарағанның өзін жалғыз өзім егем деді. Ал ана үлкен акционерлік обществоның жаңағы талекпеген. Сосын экологиялық зияндары бар екен. Әңгіме ол емес. Мен жаңағы мына бюджетке енді сіздерге бір тұзық болсын деп айтып отырғаным. Мына акционерлік қоғамдар үлкен. Мысалы мына Ембімұнайгаз акционерлік қоғам. Әр жағында самұрық қазына тұр. Осылар алпауыттар жаңағы ақшаларын жасырады. Сіз мына мәселені парламентте көтерсеңіздер. Ол мына үлкен алпауыттарға әсіресе. Мына бүгін қандай өнім өндірді? Олар 6 өнім өндіреді екен. Құром қосылғанда былғарыдан керемет жаңағы жасайтын порошок бар, әртүрлі. Сосын тағы сондай керемет нәрселер. Бірақ шикізаттарды енді дүние жүзінің 57 еліне шығарады жаңағы. Бірақ сол біз банкротта отырамыз, ана мынау деп жүгінші ақтала бастады енді. Сол мезгілде жаңағы налогқа төлеп отқан несіне кіріп қараған мезгілде қасымда жаңағы Руслан отырды, Никонич, Қарағаннан келген. Өте сауатты кісі. Орысша өтті енді. Сонда жаңағы ана сұрақ қойды. Сіз мына 2019 жылы біресе прибылға шығып кетесіз, біресе улға кетесіздер. Бұл жерде мына өздерінің өнімдерін, шығарған өнімдерін жасырады. Қалай ол дейсіз? Акционерлік обществолардың бәрі шетелде отыр. Инвесторлардың бәрі шетелде, айтпай-ақ қояды. Машкевич бекілі ана еврейлер басқарып отыр ғой, енді былай айтқанда. Қазақстанның бәрін теспей жүріп отқан нелер ғой, акционерлік обществолар. Солардың барлығы өнімдерін жасырады. Сондықтан сіздер мына мәселені қойсаңыздар. Бүкіл Қазақстан акционерлік обществома кез келген мекеме, кез келген осындай шығатын әрбір шығарған өнімдерін мына есепке, электрон есеп алу керек. Соның қашан табарын заказ шекке кеткен дейін бәрін кез келген мынау дамыған елдер оның бәрін есепке алады. Қайда саттың, қайда кімге қойдың, кімге жаңағы қандай бағаға саттың, розничный бірінші бастапқы бағасы қандай, анау сатқандағы бағасы қандай, екі ортада жаңағы разницаның бәрін шығарып, үкімет налогтар біліп отыру керек. Ешкім жаңағыдай қазір ойбай біздер жаңағы акционерлік обществоны табыс тексеруге болмайды, мораторий деп бәрін бет-бетімен жіберіп қойдыңыздар. Міне соның қасына мына біздің қазынамызға ақша түспей жатыр. Біз дейтін қазір галошта отырық. Қазір келіп ал мына бізде мына өзіміздің Қызылқоға дәл сондай жағдай
мына Ақтөбеде де барлық Қазақстанға белгілі нәрсе. Акционерлік общество қандай үлкен өнім өндіреді. Қарапайым неден бастап, соның барлығы электронный түрде тексерілу керек. Соның қандай қайда сатылды, кімге сатылды, соның арасындағы разницадан соның жаңағы көп несін ұстасын, үкіметке ақшасын төлесін, дұрыс емес пе менікі? Ал осы жоқ. Ал олар жаңағы алады да, екінші біреуге түседі, үшінші біреуге түседі, айналып келгенде кім қанша сатып жатқанын жаңа жасырын. Мына өзіңіз айтып кеттіңіз. Біз жаңағы осы жасырын біз біле алмаймыз деп. Мына мұнайшылар да солай. Мұнайшылар да солай. Ал енді кеше келіп алып бізге жаңағыдай құлағымызға лап шелді. Бізге миялға келіп жаңағы мұнайшылар келіп сіздерге жаңағы 8 барлау оңомаларын қазатын болсақ, былай айтқанда қазақша айтпағанда тумаған қашардың сүтін саудалағанмен бірдей. Міне, осындай әңгімелерді айтып кетті өткенде. Мен оған қарсы болдым, әлі де қарсымын. Сондықтан мына бізге тағы бір екінші мәселе, мына біздің Қызылқоға ауданынан мына мұнайшылар жолаттау керек. Біздің Қызылқоға ауданы ауыспалы қызыл туды жеңіп алған бес кезінде сондай аудан, мал шаруашылығымен айналысып отқан. Бәрі біздің Атырау облысы дегенде ойлайды, бұл мұнайшылар деп. Біздің енді мына Тайсоғанның мына шығыс бетіндегі үлкен қырлығы бар. Қазір мына Исатай, Махамбет барлығында жаңағы су басып кетіп, су жоқ, шабындық жоқ. Барып қараңыз, шабындық біздің жерден дайындап жатыр. Маңғыстауға дейін малымыз тасып жатыр, шөбіміз тасып жатыр. Неге ол жерден келіп мұнайшылар бізден жаңағы мұнай өндіру керек? Жеріміз тапап жаңағы ертең ол жерді шабындыққа жарамай қалады. Бір шоқалақ болатын болса, кашелің жүрмейді ғой жерден. Шоқалақпен ешкім шөп шөре алмайды ғой. Мысалы, Мұқыр Сағыз ауылдық округі бар осы Қызылқоғаның. Мұқыр ауылдық округінен отырған Сағызбай, Қарабалиндер шабындығымыздың бәрін бітірді деді. Шөбі бар, шаба алмайды, негізі шоқалақ қой. Шоқалақтың үстіне мотоциклмен қазір ешкім атқа мінбейді. Балдар мотоциклмен барса, мойын үзіп алуға қалады. Мәшиналардың бәрі кесіп тастаған. Сондықтан жаңағыдай осы мәселеге бір жағынан ықпал етулеріңді сұраймын. Неге десең, әрине біреулер айтады, ой, мұнайшылар кетсе көмектеседі дейді. Мұнайшылар оларда өнім өндіріп жатқан жоқ. Алады да жаңа шетелге сатумен айналысады. Бір тұрбаны салып қылады, су айдады, ал ол мұнайшылар пайдасын көрер. Бізде 32 мың халық бар. Көп болса, әрі кетсе, азғантай адам жұмыс жасайды. Сондықтан енді бізге мына кәсіпкерлер айтып жатыр ғой, мына мал шаруашылығымен айтып жатқан. Осыған көмектесуіміз керек. Ауыл шаруашылығының бәрі мәселесін айтып отырмын. Өте көп мәселелер айтты. Соған көмектесіңіздер. Сосын жаңағы мына алпауыт мекемелердің өнімдерін қайдан алды, қайда сатты? Соны жаңағыдай сіздер жолға қойып, жаңағыдай мына прозоранч, ашықтық болу керек. Біз қоғамдық кеңестің мүшесі ретінде бірінші ашықтық керек. Ашық болмаса, неге олар неге жасырады? Құпия ештеңесі жоқ қой. Мынандай өндіріп жатырмын, сатып жатқаным мынандай, одан мынандай пайда түсіп жатырмын деп ашық сатсын. Неге жасырады? Значит, ол үкіметтен жаңағы өнімдерін екінші, үшінші, третий лицо арқылы нағып отыр. Мына жаңа өздеріңіз айттыңдар ғой. Дәл сондай жағдай жасап отыр. Сондықтан енді осыны қолға алуларыңызды сұраймын. Артық айтсам кешіресіздер. Жақсы енді Шалар мәселелер көтерілді. Енді осы манағы үш-төрт мәселе аясы қалмай есептеймін. Бірінші банкі мәселесі, екінші ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу, азаматтардың мәселесі, газ көлемін міндетті түрде ерекесін жұмсалайыз. Газ частный миллион, сколько курсишь? Бір-екі адамдар мысалы банк савар ақтаратын қарадатын нақты міндетін алып. Сондай ұсыныстар сіздерге сол сенім артып келіп отыр. Осында аяқсыз қалдырмай, өзектері тиісті ауын берейік. Бәрі қазақ үшін бізге мемлекетімізде реформа бар, жүйе қалыптасқан. Бұлар қарапайым айтқанда мәліс бар да, әлсіз жоқ та. Әлсіз болған ұстаттауға жұмысын жасай. Сіздерге рахмет, уақыт өткендеріңізге. Қолдап келдіргеніңізге рахмет. Алла қарайда үлкен күн басында боламыз. 80 жылдықтың тойында келген кезде осы кәсіпкерлерді ақсауға айтып келдім. 20-сында келеміз ғой. 20-сында болу? 26. Рұқсат болса жүйіп білдір олар.